Сәлеметсіздер ме? 4-ші сынып білім алушыларына арналған қазақ тілі пәні бойынша үстеу, мекен үстеу, сын қимыл үстеу тақырыбындағы сабағымызды бастаймыз. 123-ші сабақ. Бүгінгі оқу мақсатымыз үстеулерді мағынасына қарай ажырату, етістікпен байланыстырып сөйлемде қолдану. Дескрипторы сөйлемдегі қателерді тауып, түзетіп жазамыз. Үстеулерді ажыратып және қолданамыз. Балалар, біз өткен тақырыпта мезгіл үстеуін өткен болатынбыз. Ендеше мекен үстеуіне кезек берейік. Мына бейне жазбаны тамашалап, мекен үстеудің мағынасын, сұрақтарын білейік. Бейне жазбаны мұқият тыңдап, назар аударайық. Мекен үстеулері және олардың мағыналары, сұрақтары. Мекен үстеулердің қолданылатын орындары. Сәлеметсіңдер ме? Сәлем, қайдан келе жатырсың? Мәдина сабақты қайталаймыз деген, сосын келдім. Мен де сендерге келе жатырмын. Сәлем, мен кешіккен жоқпын ба? Ой, Мәдина, сен қандай жақсысың? Біз үй тапсырмасын орындамаған едік. Мен мекен үстеуді түсінбедім. Жарайды онда. Онда қазір бір-бірімізге айтып, түсіндірейік. Қане кім жақсы түсінді? Бірінші кітапқа қараңдар. Міне, мекен үстеуі қимылдың, іс-әрекеттің болу орнын, бағытын білдіреді. Мысалы, ілгері, кейін, жоғары, төмен, алға, артта, әрі, бері, осында, сонда. Олар етістіктермен тіркеседі емес пе? Иә, етістіктермен тіркеседі. Мысалы, ілгері жүрді, кейін жүрді, жоғары ұшты, төмен ұшты, алға бастады, артта қалды, әрі кетті, бері келді, осында отыр, сонда барды. Сызбасы мынандай. Мекен үстеу етістік. Мен енді түсіндім. Мекен үстеуі қайда, қайдан деген сұрақтарға жауап береді. Мысалы, қайда жүрді, қайда ұшты, қайда бастады, қайда қалды, қайда кетті, қайда келді, қайда отыр, қайда барды. Мінеки балалар, біз мекен үстеуімен таныстық. Ендеше алған білімдеріміз бойынша оқулығымыздың 109-шы бетіндегі 14-ші жаттығуды орындаймыз. Көп нүктенің орнына төмендегі мекен үстеулерін қойып, сөйлемді көшіріп жаз делінген. Керек сөздер тысқары, жолшыбай, мұнда. Оқулығымыздың 110-шы бетіндегі 15-ші жаттығуға назар аударыңдар. Сөйлемдердің қатесін түзеп жаз, үстеулерді тап делінген. Ербол төрде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Оқушылардың кезек-кезек таппақ айтты. Арай ағылшынша жақсы біледі. Ендеше сөйлемдегі қателерді тауып көшіріп жазамыз. Мұндағы қателер қаннен қаперсіз, кітап және кезек-кезек деп жазамыз. Және де үстеулерге сұрақ қойып, мағынасына анықта. Қай сөзбен байланысып тұрғанын айт делінген. Бірінші сөйлемді үстеуді табайық. Ербол төрде қаннен қаперсіз кітап оқып отыр. Бұл жердегі үстеу қаннен қаперсіз. Қалай деген сұраққа жауап береді.
Қалай оқып отыр? Демек, оқып отыр деген сөзбен байланысып тұр. Қаннен қаперсіз оқып отыр. Дәл осылай үстеудің астын сызып, сұрағын қойып, көшіріп жазамыз. Есіңде сақта, қалай сұрағына жауап болатын үстеулерді сын қимыл үстеулері дейді. Мысалы, тез оқиды, ақырын сөйлейді. Ендеше үй тапсырмасы. Оқулығымыздың 110 бетіндегі 16 жаттығу. Үстеулерді оқы. Осы үстеулерді білдіретін мағынасына қарай топтап жазыңдар. Ендеше бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.